Биыл Қазақстан велоспортына 100 жыл толып отыр. Осы айтулы датаға орай Талдықорған қаласындағы Жетісу стадионда еліміздің мемлекеттік әнұраны орындалып, осы спорт түрінің ардагерлері дәстүрлі айналма жасады. Ал мерейтойлық ел біріншілігіне 1998 бен 2000 жылы аралығында туылған жас велошабандоздар қатысуда. 5 кезеңнен тұратын жарысқа 15 команда қатысып, еліміздің барлық өңіріне жиналған 127 спортшы бабы мен бағын сынамақ. Олар топтық жарыста 40 шақырым, командалықта 30, ал жекелей 15 шақырым бойынша сынға түседі. Ал жалпы жарыс бойынша 70 шақырымды басып өтіп, 20 және 30 шақырымдық аралықты да бағындыру керек. Талдықорған жері өте әртүрлі бар, таулы жерлі, тік жерлер бар. Сонда осы сынап, қандай күштері бар жасөспірімдер екі категориясының арасында. Соның кейін Қазақстан құрама командасын құрып, Қазақстан Центр олимпиадалық дайындау орталықтың тізіміне енгізіп, осы спортшыларды ары қарай бақылау мақсатымен осы жарыстарды өткізіп жатырмыз.